Әлемдегі сіз білмейтін құпиялар, қызықты деректер мен тың ақпарат ғаламатта Арай Райспен. Саясаткерлер, актерлар, танымал тұлғалар. Барлық халық осыларға қарап тұлға болғысы келеді, армандайды, әлемді бағындырғысы келеді, қомақты қаражат тапқысы келеді. Алайда Голливудты бағындырып жүрген актерлардың басым бөлігі актерлық шеберлігі жоқ, немесе жоғары білімі жоқ тума таланттар. Бүгінгі шығарылымда осы таланттар жайлы баяндаймын. Джим Керри фургонда отбасымен өмір сүріп, өмірдің тауқыметіне көнген жас бала 16 жасында бай болуды армандап, мектепті тастауға мәжбүр болады. Себебі ол 16 жасында өзінің отбасына көмектесу үшін қаржылай жағынан жұмыс жасауға мәжбүр болады. Жалпы бала Джим Керридің арманы ауқатты бай болу, немесе танымал болу еді. Жұмыс жасап жүріп, жұмыспен қатар кастингтерге барып, түрлі пробаларға қатысады. Арасында бағы жанып, шағын рөлдер алып, тіпті тележобаларға шыға бастайды. Бір күні Джим Керридің асқақ арманы орындалып, ол үлкен танымал тұлғаға арналады. Актерлық шеберлікке бір тиын жұмсамаған актер қазіргі таңда гонорары ең жоғары актерлар қатарына жатады. Джим Керридің қазіргі таңда бір-ақ арманы бар. Ол Оскарды иелену. Достар, сіздерге кино әлемі қызық па? Өзіңіздің сүйікті актерларыңыз туралы түрлі ақпаратпен бөліскіңіз келеді ме? Онда арнамызға жазылып, комментарий қалдырып өт. Кристиан Бейлдің роль үшін өзгеріске түсуі кез келген көрерменді таңғалдырады. Ол өзінің кейде бір ролі үшін 20 килограммға азып, ал бір ролі үшін тіпті 30 килограмм салмақ қосқан. Басқа да рольдардың өзі жан түршігерлік өзгерістерден тұрады. Жалпы Бейл мектепті 16 жасында тамамдап, түрлі актерлық шеберлікпен айналысқан, шағын театрларда ойнаған. Бірақ ең алғашқы ролін сомдағанда ол ешқандай маман иесі болмаған. Тіпті актерлық шеберлігінің мамандығы да егермеген. Бірақ бұл оның керемет актер болуына ешқандай бөгет келтірмеді. Брэд Питт. Егер ол сіздің сүйікті актеріңіз болса, комментарий жазып, лайк басып өтіңіз. Әлемді сұлулығымен бағындырған актердің негізгі мамандығы журналист. Журналистика мамандығын тәмамдап, Калифорния қаласына келіп, шағын кастингтерден өте бастайды. Ол шағын рольдар, тіпті алғашқы ролінің бірі массовкада сомдаған. Кейін көптеген рольдарды сомдап, шағын рольдарды жарнамалық роликтерде түсіп, барлық түскен гонорарын өзінің жалдамалы пәтерімен актерлық шеберліктен қосымша мамандыққа жұмсаған. Бірақ еңбек өз нәтижесін берді. Қазіргі таңда әлемді сұлулығымен бағындырған актер ең гонорары жоғары актерлардың бірі болып саналады. Киану Ривз. Романтик, наемный убийца секілді көптеген рөлді сомдаған сүйікті актеріңіздің жоғары оқуы тәмамдамаған білесіз бе? Тіпті ол колледжді де аяқтамаған. Неге дейсіз ғой? Себебі ол бала күнде дифлексия ауруымен ауырады. Соның арқасында сыныптастарының арасында көп күлкіге айналады, ренжу болады. Сөйтіп ол аз ғана уақытта бірнеше мектеп ауыстырады. Тіпті 4 мектеп ауыстырған, оның жартысынан өз еркімен шығып кетсе, жартысынан сыныптастарына келіспей қалған, төбелес жанжал болғанның арқасында кетеді. Сөйтіп, ол мектепті тәмамдамаудың бір себебі нашақорлықпен айналысып, есірткі сатқан үшін түрмеге тоғытылады. Түрмеде сырттай өзінің мектебін тәмамдайды. 19 жасында Канададан Лос-Анджелеске қоныс аударып, актерлық шеберлігін қолға алу үшін өте мықты агент табады. Сол агенттің арқасында ол танымал тұлғалардың қатарына кіреді. Достар, біздің контентіміз сапалы болсын десеңіз, сіздерге әр кеш түрлі ақпарат бергенімізді қаласаңыздар, біздің арнамызға жазылып, арнамызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Комментарий қалдырып, лайк басып отырыңыз. Том Круздың балалық шағы өте ауыр болған. Себебі оның әкесі оны үнемі ұрып соққан. Отбасы жиі көшетін болғандықтан Том Круз балалық шағында 15 мектеп ауыстырған. Сенесіз бе? Ол балалық кезінде дінге жақын болған, сондықтан да оның арманы священник болу болған. Алайда мектеп қабырғасының жоғарғы сыныптарында көзқарасы өзгеріп, театрға деген қызығушылығы артады. Мектеп қабырғасындағы театрларда шағын роль сомдайды. Алайда өскенде жігіт арманына жету үшін Нью-Йорк қаласын бағындыруға кетеді. Сонда арнайы агент тауып алады. Агент арқылы ол өзінің алғашқы контракттарына қол қояды, рөлдерді сомдай бастайды. Алайда күндізгі уақытта одан бөлек түрлі мамандық иесі болады, түрлі жұмыс жасайды, ол еңбектенеді. Және соған ешқашан намыстанбаған. Ал болашақ рөлдерін сомдаған кезде сол мамандықтардың барлығы оған үлкен тәжірибе болып келген.
Достар, егер сіздердің актерларыңыздың оқиғасы қызық болса, лүпіл басып, лайк басып өтіңіздер. Олардың барлығы асқақ армандарына жету үшін еңбектенді. Жоғары білім болмаса да, арнайы актерлық мамандығын меңгермесе де, керемет танымал тұлғаға айналып, әлемді бағындырған актерлар болды. Демек, армандар алдамайды. Арай Райс, ерекше арнадағы ерекше ақпарат.